Сәлеметсіңдер ме, балалар? Теле сабағымыз басталуға дайын болды. Дәптер, бал, қалам, кітап құралдарыңды шығарып қойыңдар. Дайын болса, өңді қағазы бояу желім шығарып қойыңдар. Дайындап үлгермесеңдер, жақсылап назар аударыңдар. Бүгінгі сабаққа мұқият қатысыңдар. Бүгінгі сабағымыз бейнелердің ішкі бұрыштарының қосындысын табу. Біз бүгінгі сабақта үшбұрыштардың түрлері туралы білеміз. Оқушылардың жасаған тәжірибе қорытындысымен танысамыз. Бейнелердің ішкі бұрыштарының қосындысы неше болатын тәжірибе арқылы анықтаймыз. Бүгінгі сабаққа мына оқушылар қатысатын болады. Мына оқушымыз өткен сабақтағы бейнелерді пайдаланып, кеменің үлгісін жасаған екен. Ол оқушы былай сұраған екен: менің мына жасаған кемемде қандай үшбұрыштар бар? Мұғалімде де осы сұрақты сұрасын. Балалар, мұнда қандай үшбұрыш бар екенін бірге әңгімелесейік. Бұл қандай үшбұрыш? Тік бұрышты үшбұрыш. Тік бұрышты үшбұрыштың бір бұрышы тік болады. Бұл қандай үшбұрыш? Бұл үшбұрышымыз тең бүйірлі үшбұрыш. Тең бүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасы тең болады. Оны мына үшбұрышты теңестіріп бүктеу арқылы білеміз. Тең бүйірлі үшбұрыштың екі бұрышы тең болады. Екі қабырғасы тең болады. Оқушы бұны өлшеп көріп, мына екі бұрышы 72 градус болатын және мұны бұрышы 36 болатын анықтады. Бірінші оқушы тәжірибесіне сүйене отырып 72 градус қосылған 72 градус, қосылған 30 градус тең 180 болатынын анықтады. Және тікбұрышты үшбұрышты да өлшеп көрді. Мына бұрышы 90 градус, мына бұрышы 60 градус, ал мына бұрышы 30 градус болатынын білді. Және оларды қосып көрді. 90 градус қосылған 60 градус, қосылған 30 градус тең 180 градус болды. Оқушы достарынан: барлық үшбұрыштың ішкі бұрышы 180 градус бола ма? Жоқ, мына екі бұрыш қана 180 градус бола ма деп сұрады. Басқа кімде қандай ой бар? Олай болса, барлығымыз бірге табайық. Басқа бір үшбұрыш жазып алып, оның ішкі бұрышын қалай өлшейміз? Ойланып табайық. Екінші оқушы мұны бір үшбұрышты таңдап алып, басқа бір жолмен өлшеген екен. Таңдап алған үшбұрышының үш бұрышын бөлек өңмен бояған. Осылай үшінгі бояғаннан кейін үш бөлікке бөлген. Қиып алған үш бұрышын жапсырған. Ол оқушы мұны «Иә, дұрыс екен, 180 градус екен» деді. Неге олай айтты? Өйткені бұл жазық бұрыш екен.
жазық бұрышымыз 180 градусқа тең болады. градус болатыны шын екен. Үшінші оқушымыз тағы да үшбұрышты басқа жолмен өлшеген екен. Қалай өлшегенін білейік. Үшінші оқушымыз тең бүйірлі үшбұрыш таңдап алып, үш бұрышын үшеңмен бояған екен. Бірге тамашалайық. Біріншісін күлгінмен, екіншісін көкпен, үшіншісін сарымен бояған екен. Бұл үшеуін тағы да осылай орналастырғанда 180 градус болды. Яғни бұл 180 градус екен, шын ба? Яғни жазық бұрышымыз 180 градусқа тең екен. Келесі баланың тәжірибесін тамашалайық. Төртінші оқушымыз тағы басқа жолмен тәжірибе жасаған екен. Ол оқушы тең бұрышты, үшбұрышты пайдаланған екен. Тең бұрышты, үшбұрышты осылай бүктеу арқылы тәжірибе жасаған. Және бүктеген үшбұрышын бояған. Оқушының жасаған тәжірибесін мұғалім сендерге көрсетсін. Бұрыштарын ішіне қарай бүктеп бояған екен. Олай болса, бұл да 180 градус. Үш бұрышы бірігіп тұрғандықтан 180 градус. Олай болса, кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 бола ма? Мына оқушылардың жасаған тәсілдерінен тәжірибе алмасайық. Үш бұрыштардың әр бұрышын өлшейміз. Бұрыш өлшейтін сызғыш пайдаланамыз. Бұрыштардың өлшемін қосып есептейміз. Ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус болады. Екінші оқушы: кез келген үш бұрыш сызып, бұрыштардың әр түрлі өңмен бояймыз. Ол бұрышты үшке бөлеміз. Бөлінген бөліктердің бұрышын қосып жапсырамыз. Осы оқушылардың жасаған тәсілін қолданып тәжірибе жасайық. Біз енді тең қабырғалы үш бұрыш сызып, ішкі бұрыштарын тауып көрейік. Тең қабырғалы үш бұрыштың үш қабырғасы тең және үш бұрышы да тең болады. Олай болса, бір бұрышы қанша? Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус болса, бір бұрышы 60 градус болады. Оны тәжірибе арқылы жасаған оқушы енді кеменің астыңғы бейнесінің ішкі бұрыштарының өлшемін табайық деді. Сонда бір оқушы: сол бейнені екіге бөлсек, екі үш бұрыш шығып тұр. Олай болса, 360 градусқа тең болу мүмкін деді. Олай болса, барлығымыз тәжірибе жасап көрейік деді. Барлығымыз кеменің астыңғы бөлігін өлшеп көрейік. Қалай өлшесек болады? Төрт бұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысын қалай табамыз? Кез келген төрт бұрыш бейне алып, төрт бұрышын төрт түрлі өңмен бояйық. Оны төртке бөлейік. Боялған бөліктерін біріктіріп жапсырайық.
Төрт бұрыштың боялған бөліктерін жапсырып көрдік. Иә, 360 градус екен. 360 градус дегеніміз 180 градусты 2 рет қайталағанмен бірдей. Сондықтан 360 градус болады. Төрт бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Тағы да басқа бір бейнені таңдап көрейік. Бірінші оқушымыз төрт бұрыш бейне таңдап алып, төрт бұрышын өлшеп көрді. Өлшенген бұрыштарын төрт бөлікке бөлді. Бөлінген бөліктерін жапсырғанда 360 градус шықты. Балалар, сендер барлық қабырғасы тең төрт бұрыш алып, төрт бұрышын өлшеп көріңдер. Төрт қабырғасы төртеуі де тең болғандықтан қалай есептейді? Бір бұрышы 90 градус болса, бұл төрт бұрыш 360 градусқа тең екен. Ішкі бұрыштардың қосындысы 360 градус. Олай болса, балалар, тағы да бір тәжірибе жасайық. Мұғалімдер параллелограмм таңдап алды. Параллелограммның ішкі бұрыштарының қосындысы неше екенін білу үшін 4 еселеп алайық. Алғашқы бұрышын қызылмен белгілейік. Келесі бұрышын сарымен белгілейік. Келесі бұрышын жасылмен белгілейік. Келесі бұрышын қарамен белгілейік. Мұғалім трансформатор шұғын пайдалансын. Алғашқы бұрышын өлшеп көріп едік, 60 градус болды. Келесі бұрышын өлшеп көріп едік, 120 градус болды. Келесі бұрышын өлшеп көріп едік, 60 градус болды. Ең соңғы бұрышын өлшеп едік, 120 градус болды. Олай болса, бұларды арасынан қосайық. Осылай қосқанда 360 градус шықты. Балалар, сендер достарының істеген тәжірибесін бірге жасап шыдадыңдар ма? Біз бұдан үш бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус болатынын, төрт бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 360 градус болатынын көп тәжірибе жасап анықтадық. Осы амал тәсілдерді пайдаланып, келесі есепті шығарайық. Бірінші есеп: белгісіз бұрышын тап. Үш бұрыштың бір бұрышы 40 градус, келесі 70 градус болса, белгісіз бұрышын табайық. Бірге есептейік. 180 градустан белгілі екі бұрышын азайтамыз. Келесі есебіміз: бір қабырғасы 45 градус, екіншісі 105 градус болса, белгісіз бұрышын табамыз. Белгілі екі бұрышын қосып алып, 180 градустан азайтамыз.
Екінші есеп. Белгісіз бұрышын тап. Екі бұрышты бірдей бұрышынан екі қабаттап бүктеген. Олай болса, А және Б бұрыштарын табайық. Бұл бұрыштар табу үшін белгілі екі бұрышын 180 градустан азайтып табамыз. Немесе белгілі екі бұрышын қосып 180-нен азайтамыз. Олай болса, төрт бұрыштардың ішкі бұрышын табайық. Үшінші есеп. Белгісіз бұрыштарын табамыз. ...360 градустан белгілі бұрыштарын азайтып табамыз. Келесі есепті өздерің шығарыңдар. Екі қабырғасы тік бұрышты 90 градуста тең. Олай болса, мына жолмен шығарамыз. Біз бүгінгі сабақта не үйрендік? Үш бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус болады. Төрт бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градус болатынын біліп алдық. Үйге тапсырма. Берілген бейнелерді дәптерлеріңе сызып, белгісіз бұрышын табыңдар. Сабаққа белсене қатысқан оқушыларға рахмет. Сау болыңдар.